Қайырлы күн оқушылар, бүгін бізде математика сабағы 2 сынып 88-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бір санымен байланысты көбейту мен бөлудің қасиеттері. Сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпа. Бірінші есеп: көбейтуді қосумен алмастырып, көбейтінділердің мәнін есепте. 1 көбейту 3, яғни бұл жерде бір санын өз-өзіне 3 рет қосамыз, тең 3-ке тең болады. 3 көбейту 1 дегеніміз бұл жерде 3 саны біреуі бар деген сөз, яғни 3-ке тең болады. 2 көбейту 1, бұл да 2 санынан біреуі бар деген сөз, тең 2-ге тең болады. 1 көбейту 2 дегеніміз бір санын өз-өзіне 2 рет қосамыз, сонда мәні 2-ге тең болады. 34 көбейту 1 дегеніміз 34 санынан біреуі бар деген сөз. 1 көбейту 7, бұл жерде бір санын өз-өзіне 7 рет қосамыз, сонда мәні 7-ге тең болады. Қай көбейтіндіні қосумен алмастыруға болмайды? Неліктен? Кез келген санды бірге көбейткенде оны қосумен алмастыруға болмайды. Себебі санды бірге көбейткенде сол санның өзі шығады. Екінші есеп: көбейтінділердің мәнін есепте. 26 көбейту 1 тең 26 санның өзі шығады. 1 көбейту жақшаның ішінде 17 қосу 34. Ең алдымен жақшаның ішін орындаймыз, 51 шығады. 1-ді 51-ге көбейткенде 51-дің өзі шығады. Жақшаның ішінде 40 азайту 24 көбейту 1. Ең алдымен жақшаның ішін орындаймыз, 16 шығады. 16-ны 1-ге көбейткенде 16-ның өзі шығады. 1 көбейту жақшаның ішінде 37 қосу 3. Жақшаның ішін орындаймыз, 40 шығады. 1-ді 40-қа көбейткенде 40-ның өзі шығады. 28 көбейту жақшаның ішінде 14 азайту 13. Жақшаның ішінде бізде 1 шығады. 28-ді 1-ге көбейткенде 28-дің өзі шығады. Жақшаның ішінде 25 азайту 24 көбейту 13. Жақшаның ішін орындаймыз, бізде 1 шығады. 1-ді 13-ге көбейткенде 13-дің өзі шығады. Үшінші есеп: қалып қойған санды тап, қорытынды жаса. 1 көбейту 3 тең 3-ке тең болады. Ал егер 3-ті 1-ге бөлетін болсақ, сол санның өзі шығады, яғни 3 шығады. Бұдан шығатын қорытынды ережеге мән береміз. Санды 1-ге бөлгенде сол санның өзі шығады. Төртінші есеп: өрнектердің мәнін тап. 7 көбейту 1 мәні 7-ге тең болады. 6 бөлу 1 мәні 6-ға тең болады. Келесі есеп: жақшаның ішінде 35 азайту 13, жақшаның сыртында бөлу 1. Ең алдымен жақшаның ішін орындап аламыз. 35-тен 13-ті азайтқанда 22 шығады. 22 бөлу 1 тең 22. Келесі: жақшаның ішінде 64 азайту 60, жақшаның сыртында бөлу 1. Жақшаның ішін шығарамыз. 64-тен 60-ты азайтқанда 4 шығады. 4-ті 1-ге бөлгенде 4-дің өзі шығады. 97 бөлу 1 тең 97-ның өзі шығады. Жақшаның ішінде 0 қосу 1, жақшаның сыртында көбейту 1 тең. Жақшаның ішінде бізде 1 шығады. 1-ге 1-ді көбейткенде 1-дің өзі шығады. Келесі есеп: 83 бөлу жақшаның ішінде 19 азайту 18. Жақшаның ішін шығарамыз, бізде 1 шығады. 83-ті 1-ге бөлгенде 83-дің өзі шығады. Жақшаның ішінде 29 қосу 19, жақшаның сыртында көбейту 1 берілген. Тең. Ең алдымен жақшаны шығарамыз, бізде 48 шығады. 48-ді 1-ге көбейткенде 48-дің өзі шығады. Бесінші есеп: мәндері бірдей әріпті өрнектер жұбын теріп жаз. 9 көбейту x тең жақшаның ішінде 8 қосу 1, жақшаның сыртында көбейту x мәні өрнегі тең болады. Яғни жақшаның ішінде 8-ге 1-ді қосып алсақ, бізде 9 шығады. 9 көбейту x шығады сонда. Келесі: 7 көбейту x өрнегіне тең, жақшаның ішінде 7 азайту 0, жақшаның сыртында көбейту x. Жақшаның ішін шығаратын болсақ, 7-ден 0-ді азайтқанда 7 шығады, яғни 7 көбейту x өрнегі шығады. Келесі: x бөлу 1 өрнегіне тең, жақшаның ішінде 45 азайту 44, жақшаның сыртында көбейту x. Ең алдымен жақшаның ішін шығарамыз, бізде 1 шығады. 1 көбейту x болады. Алтыншы есеп:
Ат спорты жарыстарына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 9 ойыншы бар. Жарысқа барлығы неше ойыншы қатысты? Қысқаша шартын құрамыз: қатысты 4 топ, әр топта 9 ойыншы, барлығы қанша ойыншы бар? Барлығын табу үшін біз көбейтеміз. Шешуі: 4-ті 9-ға көбейтеміз, бізде 36 шығады. Жауабы: барлығы 36 ойыншы қатысты. Жетінші есеп: сантиметрмен өрнектеп шығар. 6 дециметр 3 сантиметр қосу 2 дециметр 8 сантиметр. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Енді 6 дециметр 3 сантиметр дегеніміз 63 сантиметр қосу 28 сантиметр болады. Тең 91 сантиметр шығады. Келесі: 84 сантиметр азайту 5 дециметр 7 сантиметр. Яғни 5 дециметр 7 сантиметр дегеніміз 57 сантиметр. 84 сантиметрден 57 сантиметрді азайтқанда 27 сантиметр шығады. Келесі: 3 дециметр 6 сантиметр бөлу 1. Бізде сол санның өзі шығады, 3 дециметр 6 сантиметр. Яғни 3 дециметр 6 сантиметрді сантиметрге айналдыратын болсақ, 36 сантиметр шығады. 5 дециметр көбейту 2, 5-ті 2-ге көбейткенде 10 дециметр шығады. 10 дециметр дегеніміз 100 сантиметр. 8-ші есеп: теңдіктер құр. А нұсқасы 56 және 55 сандарының айырмасы мен 13-тің көбейтіндісінің мәні 13-ке тең. Яғни жақшаның ішіне 56 азайту 55 бізде 1 шығады, 1-ді 13-ке көбейтсек, мәні 13-ке тең болады. Ә нұсқасы 16 мен 15 сандарының айырмасын 4 есе арттырса 4 шығады. Яғни жақшаның ішінде 16 азайту 15 бізде 1 шығады, 1-ді 4-ке көбейтсек, 4-тің өзі шығады. 9-шы есеп. А нұсқасы есепте 18 көбейту жақшаның ішінде 87 азайту 86. Жақшаның ішін орындаймыз, 1 шығады, 18-ді 1-ге көбейткенде 18 шығады. 1 көбейту жақшаның ішінде 100 азайту 14. Бізде жақшаның ішінде 86 шығады, 1-ді 86-ға көбейтсек 86 шығады. Жақшаның ішінде 25 қосу 19, жақшаның сыртында бөлу 1 тең. Жақшаның ішін орындаймыз, 44 шығады, 44-ті 1-ге бөлсек 44 шығады. Келесі ә нұсқасы салыстыр. 1 көбейту 37 мен 1 қосу 37-ін салыстырсақ, бізде көбейту артық болады. 9 бөлу 1 бізде 9 шығады, 16-дан 7-ні азайтсақ 9 шығады, екеуі тең. Б азайту В бізде 0 болады, 1-ден кіші болады. Ойлан, тап. 10-шы есеп: бір саны мен төмендегі әрбір санның қосындысының мәні артық па, көбейтіндісінің мәні артық па? Бізде берілген сандар 10, 30, 40, 60, 70, 90 сандары. Осы сандардың барлығына 1-ді қосып шығамыз және 1-ді көбейтіп шығамыз. Қосынды артық па, әлде көбейтінді артық па? Осыны есептеп анықтаймыз, салыстырамыз. 1-ге 10-ды қосқанда бізде 11 шығады, 1-ді 10-ға көбейткенде 10 шығады. Сонда бізде қосқандағы мәні артық болып тұр. 1-ге 30-ды қосқанда 31, 30-ды 1-ге көбейткенде бізде 30 шығады. Сонда қосқандағы мән артық болады. Осылай барлығын қосып көбейтіп шығарамыз, барлығында да қосқандағы мәні артық болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақты аяғына дейін көргенің үшін рахмет. Достарыңа жіберуді, бөлісуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.